қыздар, барлықтарыңызға шеберлік сабаққа қош келдіңіз. Егер сіз тоқи алатын болсаңыз, бұл шеберлік сабақты қарамай қоюыңызды сұраймын. Өйткені бұл енді тоқып үйренгісі келетін қыздарға арналған, өзінің атынан да көріп тұрған боларсыз, бастауыш сынып оқушылары үшін, немесе тоқыманы енді бастайтын бастаушылар, кез келген жастағы тоқыманы енді тоқығысы келетін адамдарға, қыз-келіншектерге, кішкентай оқушы қыздарға арналған сабақ қыздар. Шеберлік сабаққа өтетін болсақ, осындай өте әдемі, екі жағынан да қарағанда біркелкі, осындай ирек өрнек болып түсетін екі түрлі жолын көрсетеміз сіздерге. Бұл оң тоқылады біркелкі екі жақ қатарынан да, немесе екі жақ қатарынан да біркелкі теріс тоқылады қыздар. Өте әдемі, осындай алғашқы тоқып бастайтын қыздардың үйренетін ирек өрнекті бүгін сіздермен бөліскім келді. Сондықтан мұқият қарап, қолдарыңызды жаттықтырып, менімен бірге тоқисыздар деген ойдамын. Сәттілік барлықтарыңызға. Сіз өзіңізде бар кез келген жіпті қолдана аласыз. Ал бұл жердегі мендегі жіп Alizé Lana Gold Classic. Ал біздің номері қыздар мінекей 3/50, 3,5. Осындай екі бізбен әдемілеп қазір сіздермен бірге тоқитын боламыз. Қыздар мінекей бірінші ілмектерді теріп аламыз. Ол сабақ менде бар. Мінекей экранның шетінен жылжымалы жолақ шығады, соған кіріп, қарап осылай ілмектерді теріп аласыздар бірінші. Одан кейін екі жағынан да әдемі ирек өрнегі түсуі үшін тек қана теріс ілмектермен тоқу. Ол былай болады қыздар. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Жібімізді мінекей саусағымызда ұстап тұрған бері қарай өзіміз жаққа қарай өткіземіз. Келесі екінші ілмектің бергі жақ қабырғасынан алып теріс тоқимыз. Қалған ілмектердің барлығында осылай теріс тоқып шығамыз қыздар соңына дейін. Менде бұл жерде 15 ілмек теріліп алынған. Қолды жаттықтыру үшін сіздер де солай 10-15 немесе 20 ілмектен теріп алып осылай тоқып көрсеңіздер болады. Бұл қолға жаттығу, енді тоқып үйренгісі келетін қыздар үшін жаттығу деп айтсақ болады. Мінекей бірінші қатар бізде тоқылды. Келесі жұмысымызды бұрамызда бірінші ілмекті тағы да тоқымай бізімізге іліп аламыз. Қалған жібімізді тоқитын тағы да өзіміз жаққа қарай шығарамыз. Мінекей біздің бер жағына өзіміз жаққа қарай шығарамыз. Келесі енді тағы да теріс тоқу керек бізге ирек өрнек шығуы үшін. Ілмектің арғы жақ қабырғасынан әдемілеп тағы да жібімізді өткіземіз. Тағы келесі жалғастырамыз. Ілмектің арғы жақ қабырғасынан жіпті өткіземіз өзіміз жақта тұрған. Теріс тоқу. Егер де қыздар бергі жақ қабырғасына тоқитын болсаңыздар, онда бұратылып қалады, бұратылып тоқылады. Бұл өте тығыз болып қалады. Сондықтан мінекей көрсеткенімдей арғы жақ қабырғасынан тоқимыз барлығын. Арғы жақ қабырғасынан өзіміз жақтағы жіпті өткіземіз. Теріс тоқимыз. Мінекей әдемі болып, сонда екі жағынан да біз сонда теріс тоқып отырамыз қыздар осылай. Соңғы ілмек ол да теріс тоқылады. Мінекей біз екі қатар тоқыдық. Үшінші қатарда да солай теріс тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Тоқитын жібімізді өзіміз жаққа қарай өткіземіз, біздің бергі жағына қарай. Тағы да қайталаймыз. Ілмектің арғы жақ қабырғасынан бізімізді өткіземіз де өзіміз жақта тұрған жіпті теріс тоқимыз. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылай жалғастырамыз қыздар. Бұл бізде үшінші қатар. Бірнеше қатар тоқығаннан кейін белгілі болады. Әдемі екі жағынан да ирек өрнек түседі. Соңғы ілмек теріс тоқылады.
Үшінші қатар. Сонда әрбір қатар сайын теріс тоқып отырамыз қыздар. Бірінші ілмек тоқымай іліп аламыз. Келесі екінші ілмектің арғы жағынан мінекей жібімізді бер жақ өзіміз жақта тұрған жіпті өткіземіз. Сіздерге барынша түсіну үшін асықпай көрсетіп тоқып отырмын қыздар. Сіздер қайталап үйренсін деп. Осылай соңына дейін төртінші қатарды тоқып шығамыз. Аздаған ілмектерді осылай теріп алып, қолдарыңызды жаттықтырып, теріс оң тоқысаңыздар, мінекей белгілі болды. Өте әдемі, ирек өрнектер екі жағынан да міне. Келесі қатар міне. Бірінші ілмек тоқымай іліп аламыз. Теріс тоқимыз ілмектің арғы жақ қабырғасынан теріс өткіземіз. Өте қызықты. Екі жағынан да біркелкі теріс тоқып отырмыз. Сонда бізге осындай әдемі ирек екі жағынан бірдей өрнек шығады қыздар. Келесі бірінші ілмек тоқымай іліп аламыз. Тура осылай қайталана береді қыздар. Бұны неліктен осылай көрсетіп отырмын. Кейбір қыздар енді тоқып бастаған кезде қолының ыңғайына теріс тоқыған келеді. Ал кейбір қыздарға оң тоқыған ыңғайлы болады. Өзіңізге қай әдіс ыңғайлы, соны таңдап қолыңызды жаттықтырсаңыз болады қыздар. Мінекей. Осы ирек болып шығатын екі жағынан да. Осы өрнекпен егер тоқып үйреніп алсаңыз, қолыңызды жаттықтырып, көптеген тоқыма бұйымдарды, киімдерді тоқуға болады қыздар. Бұл біркелкі екі жағынан да теріс тоқыған кезде осылай әдемі ирек өрнек шықты. Енді келесі екінші түрін көрсетемін қыздар сіздерге. Онда екі жағында біз біркелкі оң тоқып отырамыз. Неліктен осы әдісті көрсетіп отырмын қыздар? Өйткені өздеріңіз таңдап, оң да теріс де тоқып көріңіздер. Қолдарыңызға қайсысы ыңғайлы, жылдам тоқи аласыз, соны таңдап алып тоқсаңыз болады. Мінекей қыздар, 12 ілмек теріп алдым сіздерге көрсетуге тезірек болу үшін. Мінекей бірінші ілмекті іліп аламыз, ары қарай жалғастырамыз. Ілмектің бергі жақ қабырғасынан оң қылып тоқимыз. Мінекей оң тоқу. Қалған ілмектерді соңына дейін барлығын осылай оң тоқып шығамыз. Соңғы ілмекті теріс тоқсақ та болады. Мінекей. Жұмысымызды бұрамыз. Бұл бізде бірінші қатар аяқталды. Келесі бізге енді екінші қатарды да оң тоқу керекпіз. Біркелкі екі жағынан да ирек өрнек түсу үшін. Мінекей. Бергі жақ қабырғасынан оң тоқимыз. Мен өзім бастап тоққан кезде осылай оң тоқып үйренген болатымын осындай өрнекті екі жағынан да. Соңғы ілмек теріс тоқылады. Екі қатар аяқталды. Үшінші қатар. Бірінші ілмек тоқымай іліп аламыз. Келесі жалғастырамыз. Бергі жақ қабырғасынан оң. Бергі жақ қабырғасынан оң. Осылай жалғастырып тоқимыз қыздар. Өзіміздің қалаған әдемі ирек өрнегіміз шығады сонда. Соңғы ілмек теріс. Жұмысымызды бұрамыз. Келесі қатар тағы да
оң ілмектермен тоқылады. Түсіндіңіздер ғой деген ойдамын, қыздар. Бұндай өрнекті не біркелкі теріс тоқып екі жақ қатарында да, не біркелкі оң тоқысақ екі жақ қатарында осындай әдемі бізге өрнек шығады, екі жағында да бірдей. Өте әдемі. Сіздерге енді тапсырма, енді тоқитын қыздарға, енді тоқып бастағысы келетін қыздарға тапсырма осылай аздаған ілмектерді теріп алып, қолыңызды жаттықтырып, оң осылай тоқып көріңіз. Бастапқыда көрсеткенімдей терісте тоқып көріңіз. Одан кейін өзіңізге қолыңызға қайсысы ыңғайлы екендігін өзіңіз сезесіз, білетін боласыз. Одан кейін келесі сабақта сіздермен бірге әдемі бір өте оңай бір бұйымды тоқып көретін боламыз, қыздар. Оңға дейін қолдарыңызды осылай жаттықтырып тоқи беріңіздер дегім келеді. Біркелкі әдемі ирек өрнек тоқылды. Екі жақ қатарында да оң тоқыдық. Ал алдыңғы көрсеткен әдісте екі жақ қатарында да теріс тоқыдық. Ешқандай бір өзгешелік жоқ. Екеуінде де осындай ирек өрнек түседі екі жағында да. Бұны үйреніп алсаңыздар, қолдарыңыз жаттығып, бірнеше жыл тәжірибе жинағаннан кейін осы өрнекті фондық өрнек ретінде қойып, ал осының үстінен әртүрлі өрімдерді, неше түрлі шілтерлі өрнектерді салып тоқуға болатындығын ары қарай түсінетін боласыздар, қыздар. Әзірше осылай өзін жеке тоқып үйреніп, қолдарыңызды жаттықтырсаңыздар болады. Мінекей, қыздар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Тура осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Сіздерге көрсетейін дегенім, келесі сабақта сіздермен бірге мінекей алдарыңызда осындай өте әдемі қыз балаларға басына осындай көбелек пішінді әдемі аксессуар тоқитын боламыз, қыздар. Осы мен көрсеткен өрнек бойынша, ирек өрнек бойынша, қыздар. Қыз баланың құлағына да жылы болады. Көктем шығып келе жатыр, сондықтан өте қажет болады деген ойдамын. Ешкімді таңғалдырамын деп ойламаймын. Бұл шеберлік сабақпен бір әркім өзінің тоқу техникасымен бөлісіп түсірген бұндай сабақ көп. Ал бұл жерде мен өзімнің нұсқамен бөлісіп түсіріп қояйын дедім. Қыздардың өте оңай осындай бір шеберлік сабақтарды түсіріңізші, енді тоқып үйренетін қыздар үшін деген сұрауы болғаннан кейін осылай шеберлік сабақтарды арасында түсіріп тұрамын деп айтқан болатынмын. Шұлықтан басқа. Сондықтан сіздерге осындай шеберлік сабақ бүгін ұнады деген ойдамын. Келесі шеберлік сабақта қосылғанша сау саламатта болыңыздар, қыздар.